Сәлем достар, бүгін осындай венский вафли жасайтын боламыз. Дәмі өте тәтті, жұмсақ болып шығады және балаларыңыз бірден жеп қояды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Енді жұмыртқамыздың үстіне 80 грамм қант қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Немесе вилкамен де араластыруға болады. Видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне 100 грамм еріген сары майымызды қосамыз және де жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Енді үстіне 150 грамм айран құямыз, немесе йогуртта, қаймақта салуға болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Бұны да жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Енді вафлиға тәтті дәм беру үшін үстіне 1 ас қасық бал саламыз, немесе салмауыңызға да болады, және де жақсылап тұрып араластырамыз. грамм ұнымызға 1,5 шай қасық қопсытқыш салып, илектің ішінде араластырамыз. Кейін оны қамырымызға қосатын боламыз. Осылай илектен өткізіп саламыз. Және де асықпай тағы да жұмыртқалы массамызбен ұнымызды араластырып аламыз. Міне қамырымыз осындай болып шығады. Қатты сұйық та емес, қою да емес, видеодағыдай. Алдын ала қыздырылған вафельницамызға 1,5 ас қасықтан салып шығатын боламыз. Менде размері орташа болып шығады, ал егер 4 бұрышты қылып жасаймын десеңіздер, 2 ас қасықтан салу керек. Міне осылай бетін жауып қойып қоямыз. Менде шамамен 10 минутта пысады, сіздерде басқаша болуы мүмкін. Вафлиларымыз осындай болып шығады. Мысалы, беті піспайтын жағдай болуы мүмкін, онда керісінше жаққа аударып тағы 2 минутқа жауып қоямыз. Менде 2 жағы да пісті. Қазір осыны тарелкаға алатын боламыз. Не көріп тұрғаныңыздай, размер осындай болып шығады. Сіздер көбірек салуларыңызға да болады, бірақ тым көп те салып қажет емес, сыртқа ағып кетеді. Міне келесі вафлиларды да мен 1,5 қасықтан саламын. Тағы да айтамын сіздерге, 2 қасықтан салуға болады, бірақ одан көп салып жібермеңіздер. Бетін жауып, тағы да 10 минут пісірамын. Міне менде тағы 2 вафли пісті. Және де балаларыңызға жасап берсеңіздер, бірден жеп қояды, себебі жұмсақ әрі тәтті болып шығады. Барлық вафлилар дайын болды. Осылай жидектермен әсемдеуге болады, немесе шоколад жағуға болады. Жегенде де шоколадпен, қаймақпен, йогуртпен жеуге болады. Менде барлығы 16 штук шықты. Сізде жасап көріңіз, себебі ұнайтынына сенімдімін. Және де лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.